5 болады. Бізге үлкен аралық дегендіктен плюс жақ, екі жақ шетін штрихтаймыз. Келесі астындағы мынау минус 2-ні саламыз тағы да минус 2 кіші аралық дейміз, мына аралық. Және де минус 2 тең бояны боялмайды деген сөз. Олай болатын болса, бізде ақтау облысы тең болады минус шексізден минус 2-ге дейінгі деген аралық болысының квадраты. Яғни 1-дің туындысы көбейту 3-дің x дәрежесі азайту 1 көбейту 3-дің x дәрежесінің туындысы тең болады 3-дің x дәрежесі 3-дің 2x дәрежесі болады. Так, ары қарата мына жерде 1-дің туындысы болып кетеді, мына жерде жоқ минус болады. Яғни мында 3-дің x дәрежесінің туындысы 3-дің x дәрежесі ln 3 болады. Яғни бізде екеуі негіздері бірдей, бұны жазсақ болады. Былай жазсақ болады. Минус дәрежені азайтсақ болады. Минус ln 3, яғни көбейту 3-дің минус x дәрежесі болады. Дұрыс па? Сонда орнына бірінші санымызды жазайық, яғни минус 3 минус x дәрежесі ln 3 деп жазсақ болады. Әке орнына қоямыз. Значит, мына жерге минус 3 минус x дәрежесі ln 3 деп жазамыз. Тек ары қарата мына жерде ықшамдап жіберейік. Яғни аш жақ болады жақсан 2 3 x дәрежесі қосу 3 минус x дәрежесі көбейту. Мына жерде ln 3 жақсан сыртына шығарайық. ln 3 3-дің x дәрежесі азайту 3-дің минус x дәрежесі. Осылай жазсақ болады. Ары қарата мынаны көбейтіп, жеке-жеке көбейтіп аш жасақ болады. Яғни 2 көбейту 3-дің x дәрежесі қосу 2 көбейту 3-дің минус x дәрежесі. Осыны көбейтеміз ln 3-ге 3-дің x дәрежесі минус 3-дің минус x дәрежесі. Өрнекті ары қарата өрнекті ашып ықшамдап жіберетін болсаңыздар, соңында мынандай болып ықшамдалады. Яғни 2 ln 3 жақсан сыртына шығарып жібереміз. 3-дің 2x дәрежесі минус 3 көбейту 2 минус 2x дәрежесі болады. Келесі 5-ші есеп. Мына интегралдың шегі минус 1-ден 0, 2x көбейту e-нің минус x дәрежесі dx. Яғни осыны интегралда яғни минус 1-ден 0, 2x көбейту e-нің минус x дәрежесі dx. Яғни мына екінші жақсын интегралдан шығарып жібереміз. 2 минус 1-ден 0, x көбейту e-нің минус x дәрежесі dx тең болады. U көбейтісін бұлға келтіреміз. Бізде яғни x-ті u деп аламыз. du тең dx туындысын алған кезде, так, dv-міз тең болады e-нің минус x дәрежесі dx. Енді осы жерде интегралда жібереміз. Екі жақ шетін, сонда v-міз тең болады e-нің минус x дәрежесі болады. Минус e-нің минус x дәрежесі болады. Енді апарып орнына қоямыз. Тең болады u көбейту v бізде. Яғни 2 жақын сыртына u көбейту v, x көбейту минус e-нің минус x дәрежесі. Азайтамыз. Интеграл минус 1-ден 0, v минус яғни минус e-нің минус x дәрежесі dx тең болады 2 x көбейту e-нің минус x дәрежесі. Азайту, интегралдаймыз. Интегралдаған кезде қосу, минус алтын шыққан плюс болып кетеді, бірақ алтында тағы минус бар, сонымен минус e-нің минус x дәрежесі болады. Осыдан минус 1-ден 0 шек қоямыз. Жақшыға қояйық. Тең болады, сонда бізде орнына апарып қоямыз, яғни 2 минус 1 көбейту 0 минус 1. Мына жерде x-тің орнына апарып бірінші минус 1-ді қойып жатырмыз. Азайту 2, енді 0-ді қоямыз. 0-ді қоятын болсақ, бізде e минус e бұл бізде 0 болып кетеді. Сонда тек қана мына жерде 0 болып кетеді, 2 минус 1-ге өтеміз. Минус 2 деген шығады.